Бәріңізге сәлем. Бүгін өте керемет банановый пирогтың рецептісімен бөлісемін. 3 жұмыртқамызға сұйық майымызды, одан соң ертілген сары майымызды және де сүтімізді құйып, одан соң қантымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал енді ұнымызды алып, оған какаомызды саламыз және де араластырып аламыз кішкене. Енді 3 бөлікке бөле отыра массамызға салып, жақсылап араластырамыз. Астына описанияға қалдырып кететін боламын, қанша граммнан қосатынын. Осылай бір келкі масса дайындап аламыз. Ал енді қайнап тұрған суымызды алып, оған содамызды салып, араластырып, осылай үстіне құйып, бірге қозғап аламыз. Бір келкі масса шығарып алатын боламыз. Енді формамызды майлап алып, үстіне банандарымызды қойып шығамыз. Енді массамызды құямыз. Және де барлығын құйып болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз 30 минутқа. Міне осындай болып пісіп шықты. Бетін қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Сахарный пудра сепсеңіздер болады. Менде шоколад. Міне осылай кесіп береміз. Өте дәмді болып шығады. Ұнап жатса, видеоны көрсеңіз, міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Күн сайын жаңа рецептермен бөлісіп тұратын боламын.